достар. Менің басым енді бояғаным, бірақ жай бояғым келеді. Мен просто сәл қаттылық бояғаным. Енді достар, енімді бояйым, бетімді бояйым. Қызыл боямайтын болып шештім. Одан кейін көзіме жылтырақ жақпаймын да. Одан кейін тағы бір жеңге істемейтінім ол. Әлі не жіберейік. Апаға кетіп жатыр. Жаңағы мінімізді апайладым. Зорға дегенде құтылып едім. Бірақ мен олысы не еді? Тым білінбейді. Қасым кені. Түртке менің де тым білінбейді екен. Менге қатайып қалады. Кені қатты сынсеткем. Үйге барып метрей түнгісін күрсем. Бәрін сүріп тастаймын. Одан кейін достар. Осы ағанымызға ақшар түсіремін. Мына жерде бір-екі балдарын тезіз өтіп кетеді. Одан кейін достар тағы да айтатыным. Анаға жазылайықшы. Мені 10 мың оқырманға тезі жеткіземіз. 5 мың оқырманға тезі жеткіземіз. 5 мың оқырманға жеткізетін болсам, ағам маған iPhone Pro Max. iPhone деппін ғой. Өзімнің Oppo A15 деген бір телефоным бар. Магазиннен ретімен ұстап қата береді. Сол Oppo алам. Бірақ мектепті бітіріп болғаннан кейін iPhone өзім алам маған. 8 сыныпқа Oppo алатын болып шештім. 7 сынып болса. Ал ресми тағы да ұстауға тура кеп қалды. Бірақ деге бұл оғанша бұзылып қалады. Егер бұзылып қалатын жағдайда мен Oppo Pro Max Oppo A5 Pro Max деген телефонды алам. Өзі 146 мың тұрады. Соның өзі. Мен 156 мыңдық аламын. Сол жақсы 160 мыңға аламын. Әлі ретімен емес 146 мың, 156 мың. Сол екі баға. Бұдан басқа бағалар жоқ. Енді мен үйіме кеп қалдым. Торға дегенде өттім. Ана төбеде апалар күн батты. Сол жерде отырады. Анаға жылып кетеміз. Мен үйге кеп қалдым. Мынаны түсірем.